Ащы бұрышпен дайындалатын канкочи приправасын дайындаймыз. Ең алдымен ащы бұрыштарды түбін кесіп тазалап жуып, блендер болса блендер, болмаса мясорубканың көмегімен әбден ұсақтап өткізіп аламыз. Дәл осылай чеснокты да ұсақтап өткіземіз. Үстіне тұз қосып, осылай әбден араластырып, ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтай берсеңіз болады. Бұл приправаны кимчи орам жапырағына қолданатын боламыз, және де құр өзін тамаққа қосып жей берсеңіздер де болады. Пекин орам жапырағынан чимчи дайындаймыз. Қазіргі күн суық уақытта өте сұранысқа ие тағам түрі, тіпті осы рецептпен жасап сатсаңыздар да болады. Ең алдымен капустаны тазалап жуып, дәл видеодағыдай түбін ғана кесіп бөліп шығамыз. Әр жапырағына тұз себелеп жағып шығамыз. Сосын бөлек ыдысқа әр литрға бір ас қасықтан тұз су дайындап аламыз. Капустаны ыдысымызға орналастырып, бетіне жаңағы дайындаған тұз суды құйып, үстін осылай ауыр затпен бастырып қоясыз. Мен бірнеше тарелкамен бастырдым. Бетін кішкене қиғашынан ашық қалдырып, 2 күнге қалдырасыз. 2 күннен соң осылай алып, суын сығып, бөлек табаға салқын су құйып аласыз. Сол салқын суға капустаны бөлек-бөлек салып шайып аласыз. Кранның суы да бола береді. Алып канкочи приправасын жағып шығамыз. Бір жапыраққа жақпай, екіншісіне жағып, через одного жағып шығамыз бәріне. Канкочи приправасы менің парақшамда бар, алдында салынған болатын. Сол бойынша жасап, приправаны осылай жағып шығып, капустаны осылай домалатып, орап қойсаңыз да болады. Дәл осылай ыдысқа престеп салуға тырысыңыздар. Престеп салып, бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. 2 күннен соң алып жей беруге болады. Холодильникте сақтап, тұтынып жей бересіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып қолдап кетіңіз.